Небәрі 2 заттан коктейль жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, бізге тіркеліп алыңыз және видео лайк басуды ұмытпаңыз. Достарыңызға міндетті түрде жіберіңіз. Бізде дәл осындай жеңіл жасалатын рецепттер үнемі болып тұрады. Сол үшін бізге тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдымен 2 бананды ашып, дәл осылайынан етіп видеодағыдай турап шығамыз. Сақтап турап алғаннан кейін біз сүтімізді дайындап, оның үстіне туралған бананымызды саламыз. Енді жақсылап отырып езіп, дәл осылайынан етіп блендерден өткіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің коктейль уже дайын, дәл осындай сұйықтықта болу керек. Өте дәмді, тез арада дайын болады. Небәрі 1 минутыңыз кетеді. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Рецепті описанияға қалдырамын. Ал сіздерге сәттілік.